Сәлем достар. Бүгін Асхана әлемі каналында сіздермен бірге өзімнің кішкентай балапандарыма пісіріп жүрген жарма ботқасын, орысша баламасы манная кашаны қалай дайындайтынды көрсететін боламын. Балаларыма ботқаны қатты қою да емес, сұйық та емес, орташа деңгейде пісіремін. 500 мг суды ыдысымызға құйып қайнатамыз. 3 ас қасық жарманы видеодағыдай суға себеміз. Дәл видеодағыдай дайындайтын болсаңыздар, ботқада ешқандай кесектер, комоктар пайда болмайды. Жарманы бір қайнатып, оның үстіне 200 мг сүт құямыз. Қайнаған соң сары май, 1 ас қасық жарым секер, дәміне қарай тұз салып, 6-7 минуттай жай отта қайнатып аламыз. Қайнап болған соң отымызды өшіріп, қаппағын жауып қоямыз. Піскен ботқаны сол жабулы күйінде 5-10 минутқа қоямын. Міне біздің ботқамыз дайын болды. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар.